Бесінші дәріс. Тақырыбы: білім беру жүйесіндегі ақпараттық коммуникациялық технология құралдары. Ақпарат термині латынның информатио, түсіндіру, мазмұндама деген сөзінен шыққан. Бір нәрсені жетілдіріп, түсіндіру деген мағынаны білдіреді. Ақпараттар алмастырылады, сақталады, өңделеді және белгілі бір тапсырманы шешу үшін қолданылады. Ақпаратты қандай да бір мәліметтердің жиынтығы деп түсінуге болмайды. Ақпараттық технология ұғымы Ресейде 20 ғасырдың соңғы 10 жылдықтарында ақпараттық қалыптасу процесінде пайда болды. Ақпараттық технологияның басты мақсаты адамның ақпараттық технологияға талдау беруі үшін ақпаратты жасауы және соның негізінде белгілі бір әрекетті жасауда шешім қабылдауы. Ақпараттық технологияны ақпараттың тараушылық түріне, оны өңдеудің құралына, әдістеріне қарай екі түрге бөліп қарастырады. Дәстүрлі, қағаздағы адамның жұмысындағы құжаттарды пайдалануға негізделеді, және жаңа, яғни компьютерлік, есептегіш техниканың құралдарын кең көлемде пайдалануға негізделген. Оқыту процесінде жаңа ақпараттық технологияны пайдалану, оқу-тәрбие процесінің барлық деңгейлерін белсендіруді, болашақ мамандарды көп салада дамытуды, қоғамдағы ақпараттандыру жағдайында болашақ өнер мамандарын өмірге даярлауды, сондай-ақ көлемді ақпарат процесіне негізделген әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыруды қамтамасыздандырады. АКТ құралдары дегеніміз микропроцессорлық және жаңа АКТ негізінде қызмет атқаратын ақпаратты таратудың жаңа құралдары мен жүйелері, ақпаратты жинақтау мен олардың қорын жасау, сақтау мен өңдеу, оларды жан-жақты таратуды, одан қалды компьютерлік жүйелердің ақпараттар қорына енуді қамтамасыз ете алатын программалық ақпараттық және техникалық құралдар мен құрылымдарды айтамыз. АКТ құралдарына сипаттама: ақпараттық құралдар, компьютер, ақпаратты өңдеудің әмбебап құрылғысы, принтер, оқушылар немесе мұғалім оқушылар үшін тапқан және жасаған ақпаратты қағазға түсіруге мүмкіндік береді. Көптеген мектеп қосымшалары үшін түрлі түсті принтер қажет. Проектор, мұғалімнің жұмысындағы көрнекілік деңгейі, оқушылардың өз жұмысының нәтижелерін бүкіл сыныпқа ұсыну мүмкіндігін түбегейлі арттырады. Телекоммуникациялық блок ауыл мектептері үшін ең алдымен спутниктік байланыс, ресейлік және әлемдік ақпараттық ресурстарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қашықтықтан оқытуға, басқа мектептермен хат алмасуға мүмкіндік береді. Мәтіндік ақпаратты енгізуге және экрандағы нысандарды басқаруға арналған құрылғылар. Пернетақта мен тінтуір және ұқсас мақсаттағы әртүрлі құрылғылар, сондай-ақ қолмен жазу құрылғылары. Тиісті құрылғылар ауытқулары, мысалы, церебральды сал ауруы бар студенттер үшін ерекше рөл атқарады. Көрнекі және дыбыстық ақпаратты жазуға, енгізуге арналған құрылғылар, сканер, фотоаппарат, бейнекамера, аудио және бейне магнитофон. Оқу процесіне қоршаған әлемнің ақпараттық бейнелерін тікелей қосуға мүмкіндік береді. Бағдарламалық құралдар, жалпы мақсаттағы және ақпараттық құралдармен, драйверлер және тағы да басқа байланысты ақпараттың барлық түрлерімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ақпарат көздері, ұйымдастырылған ақпараттың массивтер, энциклопедиялар, ақпараттық сайттар және интернеттің іздеу жүйелері, соның ішінде білім беру қосымшаларына мамандандырылған. Виртуалды дизайнерлар, математикалық және физикалық шындықтың визуалды және символдық модельдерін жасауға және осы модельдермен тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Тренажерлар, ақпараттық объектілермен жұмыс істеудің автоматты дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Мәтінді енгізу, экранда графикалық нысандармен жұмыс істеу, тілдік ортада жазбаша және ауызша байланыс. Тесттік орта, білім алушы тапсырманы компьютер арқылы толық немесе ішінара алатын және тапсырманы орындау нәтижесі компьютермен толық немесе ішінара бағаланатын автоматтандырылған сынақтарды жобалауға және қолдануға мүмкіндік береді. Басқарудың ақпараттық жүйелері, білім беру процесінің барлық қатысушылары, студенттер, мұғалімдер, әкімшілік, ата-аналар, қоғам арасындағы ақпараттық ағымдардың өтуін қамтамасыз етеді.
Сараптамалық жүйелер – қандай да бір пәндік саладағы міндеттерді тиімді шешу үшін сарапшы маманның білімін пайдаланатын бағдарламалық жүйе. Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген АКТ құралдары: интерактивті тақта, мультимедиа, интернет кеңістігі, электрондық оқулық, электронды почта. Интерактивті тақта мультимедиалық электрондық оқыту құралдарының бірі. Бұл білім үрдісінде қолданылатын ақпаратты көрсетуге және оны компьютермен басқаруға тағайындалған әмбебап интерактивтік жүйе. Кешеннің құрамына компьютерге және проекторға тізбектелген порт арқылы қосылатын, қабырғаға ілінетін тақта, басқаруға керекті қалам және жазуға арналған блокнот кіреді. Мультимедиа компьютерді дыбысты, ақпаратты, тұрақты және қозғалыстағы бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Ол ақпаратты кешенді түрде бейнелеуді, мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне, аудио және мультипликациялық түрде шығаруды жүзеге асырады. Мәтін түрлі түсті графика, дыбыс, сөз бен кескін синтезін жасап, ақпараттың өте көлемді мөлшерін жадында сақтап, диалогтық түрде жұмыс істейді. Мультимедиа элементтермен еркін интерактивті түрде қатынас құруға, дыбыспен сүйемелденетін бейне көріністерді компьютер экранында көрсетуге, тыңдауға толық мүмкіндік бар. Мультимедиалық программалар сөйлейтін энциклопедиядан бастап, бейне клиптік мәліметтер базасын жасау жұмыстарын толық қамти алады. Интернет деген термин ағылшынның international net деген сөзінен, аудармасында халықаралық байланыс деген ұғымды береді. Интернет жүйесі арқылы тіл үйренуші тіл өкілімен тура тікелей байланысқа түсе алады. Шетел тілі сабағында интернетке қосылу арқылы шынайы қарым-қатынас үлгісін жасауға болады. Табиғи тілдік ортада тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана отырып, тіл үйренушілер айтылымдарға спонтанды түрде түрлі тілдік формулаларды қолдана отырып, жылдам жауап беруге дағдыланады. Электронды оқулық сабақ бойынша ақпараттардың бәрі мәтін, суреттер, бейне, аудиожазба, анимациялар және басқа да графикалық құралдар түрінде берілетін оқу курсы. Дамыған байланыспен іздеу жүйесі оқулықтың бір бөлімінен екіншісіне немесе фрагментінен басқасына бір демде ауысуға мүмкіндік береді. Материалдарды меңгеру дәрежесін интерактивті тапсырмаларды орындап болған соң бірден білуге болады. Электронды оқулықтың онлайн және офлайн нұсқалары болуы мүмкін. CD-дискке немесе басқа да ақпарат тасымалдаушы құралдарға, болмаса интернетке, сайтқа орналастырылуы мүмкін. АКТ құралдарын бірнеше мақсатта қолдануға болады. Олар көрнекілік ретінде суреттер, диаграммалар, бейнероликтерді қолдануға болады. Сабақ барысында оқушылардың қызығушылығын арттырудың тиімді тәсілдерінің бірі интерактивті жаттығуларды пайдалану. Мұндай интерактивті жаттығуларды сабақта оқушылардың білімін бекіту, тексеру үшін қолданған тиімді. Бұл интерактивті жаттығулар оқушылардың сыни ойлауға дағдыларын қалыптастыруға, сабақ тақырыбын тереңірек түсінуге, материалды жақсы есте сақтауға мүмкіндік береді. АКТ-ны қолдану мұғалім үшін маңызды. Жеңілдіктер пайда болады, уақыт үнемделеді, ғылыми ұғымдарды игеруге ықпал етеді, мұғалімнің техникалық сауаттылығы артады, мұғалімнің дүниетанымы кеңейеді, мұғалімнің шығармашылық қабілеті дамиды. АКТ-ны сабақта пайдаланудың оқушы үшін маңызы. Оқушының еркін ойлауына мүмкіндік береді, ақыл ойын дамытады, шығармашылық белсенділігін арттырады, ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді, тіл байлығын жетілдіреді, жан-жақты ізденушілігін арттырады. Назарларыңызға рахмет.